Быйылғы тестілеудің орташа балы былтырғы тестілеумен салыстырғанда 1 балға төмен. Жалпы бұл білім саласына бөлінген қаражаттың өскендігінен бе, әлде маман тапшылығынан туындаған қажеттілік пе? Қазірдің өзінде, мысалы үшін, бір орынға 35 бала таласатын мамандықтар бар. Енді екінші механизм жеңілдетілген несие беру. Талапкерлеріміздің арасында бір сұранысқа ие болып жатса, келесі жылы кәдімгі банктерді қосып, екінші деңгейлі банктерді қосып, 2-3% несие беру жұмысын бастайтын боламыз. Менің білгім келіп отырған бағанағы 0%-бен берілетін несие мәселесі қарастырылып жатыр дедіңіз ғой. Ол түлектерге қанша жылға беріледі егер ертеңгі күні іске асатын болса? Су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге осындай квота қарастырдық, және де олар ол квотаны толығымен пайдаланбады. Қазақстан халқына қоры 850 грант бөлдіреді. Жалпы бұдан да басқа қандай қоғамдық ұйымдар грант бөліп жатыр? Қазір 2000-нан астам грант қарастырылған әкімдіктерден. Одан кейін Казэнерджи компаниясы биыл 500-ге таман грантты үйлестіру бойынша шешім қабылдапты. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, алмақтың да салмағы бар деп. Ертең ол енді қоғамдық ұйымдар берген грантта оқыған балаларға қандай талаптар қойылады? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен. Назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Иә достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтарға жүйелі жауаптар һәм салмақты сараптамаға толы. Тек қана сәл уақытыңызды бөліп, біздің сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді баса отырыңыздар. Ендеше көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, күн тәртібінде білім саласына қатысты өзекті мәселелерді қозғайық. Ол үшін шақырылған арнайы спикеріміз бар, таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Жанна Уақасқызы Есенбаева. Жанна ханым, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Енді уақыттау, қазір жұмыстарыңыз қызу, қыркүйектің алдында тұрмыз мінекей. Сонда да бір уақыттау сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді әңгімеміздің әліппесінде айттық қой, бүгінгі тақырыбымыз біздің білім саласына қатысты деп, әсіресе қазір енді грант иегерлерінің тізімі жарияланды. Бір халық қуанды, бір халық мұңайды. Бұның өзі енді өмірдің бір өткінші тұсы ғана ғой. Сондықтан осы төңірегінде сізге біраз қоятын сауалдарымыз бар еді. Рұқсат етсеңіздер, сұхбатымызды бастасақ. Жақсы. Жалпы түлектердің талабы биылғы сіздің көңіліңізден шықты ма? Негізгі ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесіне келетін болсақ, биылғы тестілеудің орташа балы былтырғы тестілеумен салыстырғанда 1 балға төмен. Былтыр 73 бал болған, орташа бал биыл 72 балдың төңірегінде тоқтады. Енді бұған да түсініктеме беріп кетуге болады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің жалпы форматында, мазмұнында кішігірім өзгерістер болған болатын. Оның ішінде біз сұрақтарға, пәндік сұрақтарға, Қазақстан тарихы болсын, оқу сауаттылығынан болсын, математикалық сауаттылығынан болсын, біраз тесттің сұрақтарының форматы өзгертілген форматтағы тесттерді енгізген болатынбыз. Бізде қазір ситуациялық жағдай, ситуациялық кейсті шеше білу, не болмаса мәтінмен жұмыс жасай білу, жалпы біздің түлектеріміздің функционалдық сауаттылығын анықтауға бағытталған сұрақтар саны көбейіп келе жатыр жыл сайын. Яғни пайыздық үлесі көбейіп келе жатыр. Сол да болуы мүмкін деген болжамымыз бар. Енді одан да жасырын емес, бізде көктем айында біраз өңірлерді су басып кетті. Біраз түлектеріміз мүмкін дайындығының деңгейі жеткілікті болмағанда шығар. Сол 1 бал енді осылай түсіндіріп, әзірге болжам ретінде осылай топшалап отырмыз. Дегенмен де ұлттық тестілеу орталығы бізде жыл сайын тестілеу аяқталғаннан кейін бізде пәндік сараптама жүргізеді. Яғни әр баланың әр пәннен қай тақырыптан дұрыс жауап бере алмадығын біз анализ жүргізіп отырамыз. Сол арқылы физика пәні бойынша қай параграфтарда балалардың білім деңгейі төмен, не болмаса қандай сұрақтарға өте жақсы жауап береді деген аналитикалық сараптама жүргізіп,
сол сараптаманы тиісті білім беру басқармаларына жіберіп отырамыз. Яғни әр облыстың білім беру басқармасы өзінің мектеп түлектері қай пәннен әлі назар аудару керек, қай пән мұғалімі өзінің қай тақырыбын жақсылап түсіндіру керек деген сияқты толығымен ақпаратты алатын болады. Енді 1%-ға төмен деп айтып отырсыз ғой, дегенмен биылғы жылы енді әлеуметтік желілерде де бұқаралық ақпарат құралдары да бір жарыса жазды, 140 бала алған біздің түлектеріміздің бар екендігі. Енді әрине екі түлек бар деп естідік, енді нақты дерек пен дәйек бойынша. Тағы да біз білмейтін қандай жетістіктеріңіз бар? Шын мәнінде бұл да өте қуантарлық жай, және де бізді шынымен қуантты. Екі бала 140 балл жинады ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша. 140 балл дегенді біз соңғы жылда болмаған. 139 балды бірнеше бала жинады, 4 бала. Оның ең қуантарлығы барлығы ауыл мектептерінің түлектері. Яғни ауылда білім алған балалар 140-ның 140-ын жинап отыр. Бұл енді таза ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, тіркеліп, келіп ұлттық бірыңғай тестілеу пән бойынша жинаған балалар. Одан кейін бізде 6 түлегіміз бар. Конвертация арқылы 140 балды жинап отыр, бірақ бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектері, енді оларды білесіздер, олар өздері халықаралық стандартталған емтиханды тапсырады, және сол емтиханның нәтижесін ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесіне конвертация жасауға оларға мүмкіндік берілген. Яғни сол түлектердің арасында да бізде өте жоғары көрсеткіш бар. Ал негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша 2 бала 140 балл жинады, екеуі де Сүлейман Демирел университетін таңдады. Қандай мамандықтарды таңдады? Қателеспесем филология және қыз баламыз филология, ал Жаннұр бізде IT саласын таңдап отыр. Екеуі де енді бір университетте білім алатын болады. Жалпы енді шынын айту керек қой, әрбір ата-ананың арманы ондай максималды балды балалар жинау. Енді ол кісілермен сіздер енді менің білуімше бұқаралық ақпарат құралдары жазды, министрдің өзі жеке кездесті. Енді бір кездесіп, сұхбаттасып, сөйлесіп көрдіңіздер ме? Ол балалар қалай дайындалған, сол қызық болып отыр да бізге. Министр 2 баламен де кездесті. Жаннұрмен бірден кездескен болатын, бірден белгілі болған кезде. Ал Қосшы мектебінің түлегімен сәл кейінірек кездесті. Неліктен? Өйткені бізде ортақ тәртіп бар, заң бар, ереже бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырғаннан кейін ол IELTS сертификатын ұсынған болатын. Яғни IELTS-та жинаған балын біз конвертация жасаймыз. Яғни ресми түрде сол нәтижені күттік. Барлығы верификациядан өткеннен кейін, барлығы нақтыланып расталғаннан кейін кездестік. Енді 2 баланың да айтуы бойынша бұл қажырлы еңбек, енді шын мәніне дайындалған 140-қа мүдірместей жауап беру деген екінің бірінің қолынан келе бермейді. Әрине осы тұрғыдан келгенде министр оны жеке өзі құттықтауды жөн көрді. Енді қосымша курстардан өткен ме жалпы олар өздері? Нақты енді мен өзім мектеп мұғалімдерінің соншалықты білімінің жоғарылығын көрсетіп отыр ма? Алматы облысындағы талапкеріміз дайындалған сияқты орталық курстарда, әртүрлі орталықтарда. Енді Қосшыдағы түлектермен мен жеке өзім сөйлескен жоқпын, дегенмен де енді қосымша дайындық болған шығар. Жақсы, енді тамаша көрсеткіш. Әрбір ата-анаға бұйырсын деп тілеймін сондай. Әрине. Енді тағы бір үлкен мәселе, мына 23-24 оқу жылында, яғни биылға бөлінген гранттың саны 78 мың грант бөлінді деп отыр. Былтыр бұл көрсеткіш 73 мың болған. Осы жерде бір заңды сұрақ туындап отыр. Жалпы бұл білім саласына бөлінген қаражаттың өскендігінен бе, әлде маман тапшылығынан туындаған қажеттілік пе? Бұл жерде енді екі түрлі жол бар мемлекеттік білім беру тапсырысын көбейту мәселесі. Негізі еңбек министрлігі ұсынған ақпараттың негізінде қалыптастырылады. Яғни еңбек министрлігі қай салаға қанша маман қажет, сол бойынша бізде жыл сайын орта мерзімді болжамды беріп отырады. Біз сол болжамға негізделе отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысының негізгі көлемін бекітіп аламыз. Енді көлем деген әрине ол қаржы. Бұл біріншіден. Екіншіден, енді Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасына сәйкес, бізде осы гранттар санын жыл сайын
10%-ға арту бойынша тапсырма берілген болатын. Ол кезде 20-шы жылы ол 50 мың грант қана бөлінген. 20-шы жылы 50 мың грант. Соның негізгі пайыздық есепте көрсеткіштерін санай келе, жыл сайын 5 мың грантқа арту тапсырмасы берілген. Енді сол тапсырманы біз қазір орындап келе жатырмыз. Әзірге енді қолымыздан келеді. 73 мың болған былтыр бакалавриат деңгейінде, биыл сол 78 мың артып отырғанды сол себепті. Яғни бұл қазіргі уақыттағы еңбек нарығына қажетті кадрлар. Иә. Жақсы. Енді биылғы жылы енді қанша түлек бітірді негізі? Бізде мектеп түлектерінің саны биыл 188 мың 242 адамды құрады. Былтыр 160 мыңның көлемінде болған. Енді өзіңіз байқап отырсыз, бала саны да артып келеді жыл сайын. Болжам бойынша келесі жылы 200 мыңнан артық мектеп түлегі болады. Әрине, осы демографиялық ерекшеліктерді, осы демографиялық статистиканы біз ескере отырып, гранттар санын ұлғайту бойынша да жұмыстарды жалғастыруымыз қажет. Өйткені өзіңіз білесіз, бала саны көбейген сайын конкурс артады, ол жақсы. Дегенмен де бізде грант ол әлеуметтік шара, мемлекет тарапынан берілетін бір қолдау ретінде біз грант санын ұлғайту бойынша жұмысты жалғастыратын боламыз. Бұл ретте тағы да қосып айтқым келеді, мысалы үшін грант саны қанша үлкейтсек те грант санын біз демографияны қуып жете алмаймыз. Биыл енді өзіңіз көріп отырсыз, әлеуметтік желіде қазір инструмент ретінде өте жақсы пайдаланады талапкерлеріміз. Неге мен алмадым деген сұрақтар өте көп желіде. Біз енді қазір әрқайсымен жеке кейстарды жеке түсіндіріп, неліктен алмаған бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Дегенмен де бала саны өскен сайын біз грантпен жеткізе алмаймыз. Осы тұрғыда министрлік тарапынан бірнеше жұмыстар атқарылып жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес келешек бағдарламасын енгізуді жоспарлап отырмыз. Келешек дегеніміз не? Келешек дегеніміз бұл ерікті жинақтау жүйесі. Яғни сіз балаңыздың болашағын ойлап, егер болашақта жоғары білім алсын деген жоспарыңыз болса, балаңыз 5 жасқа толғаннан бастап, енді өзі туа салысымен де болуға болады, 5 жасқа толған балаңызға арнайы ақылды шотын ашатын болсаңыз, сол шотқа сізге мемлекет тарапынан бастапқы білім беру капиталы түседі, 200 мың теңгенің көлемінде, және сіз ай сайын шотқа жүйелі түрде ақшаңызды салып отырсаңыз, бұл жерде ол өте икемді механизм, кем дегенде бір айлық есептік көрсеткіш, кем дегенде, енді 5-6 мың теңгенің көлемін ай сайын салып отырсаңыз, жыл соңында сізге мемлекет тарапынан тағы да сыйақы төленеді, және банктердің сыйақысы беріледі. Сол 5 жастан 18 жасқа дейін, 13 жыл көлемінде сізде кәдімгідей 5-6 миллион теңге жинау мүмкіндігіңіз бар. Осы жинаған қаражатыңызға өзіңіз білесіз, биыл бізде ұлттық қор балаларға жобасы заңды түрде қосылды іске. Сол қор арқылы сіздің балаңызға түсіп отырған $100 жыл сайын, енді 18-ге келге дейін біраз ақша ғой, жиналып, сіздің жаңағы келешек жүйесінде жиналған ақшаңызға қосуға мүмкіндік беріледі. Және сізде қомақты 10-11 миллион теңге қолыңызда тұрады. Бұл дегеніңіз енді былай. Енді ол дегеніңіз не, грант деген болмайды деген сұрақ болуы мүмкін. Жоқ, грант жүйесі сақталады, бірақ та айтып өтем, конкурс өте жоғары болады ғой грантқа. Қазірдің өзінде, мысалы үшін, бір орынға 35 бала таласатын мамандықтар бар, кейін қазір айтып кетейін. Ал 13-15 жылдан кейін не болады? Қазір болжау бойынша енді конкурс жоғарылай түседі. Бірақ балаңыз грантқа түсіп кеткен жағдайы болса, келешекте жинаған ақшаңызды екінші балаңызға ауыстыруға болады. Өзінен кейінгі інісіне, қарындасына, сіңлісіне беруге болады. Яғни екінші балаңызға жинай бересіз. Не болмаса, маған екінші балам керек емес деген болатын болса,
ол жинаған қаржыңызды сіз тұрғын үй алуға мүмкіндік беріледі заңды жүзде. Және де бұл сіздің ақшаңыз болғандықтан тек қана қазақстандық жоғары оқу орындарына емес, шетелге түсем десеңіз де, біз шетелде қай жоғары оқу орнына түстіңіз, тиісті растау шаралары өткеннен кейін қаржыңызды сол университеттің шотына беру бойынша механизмдер қарастырылып отыр. Қазір бұл заң жобасы ретінде әзірленді. Қазақстан Республикасы Мәжілісінде енді депутаттар қазір жазғы демалыстан кейін шыққаннан кейін қыркүйек айында қайтадан қарқынды түрде жұмысымызды бастап, жалпы жыл соңына дейін енгіземіз бе деген жоспарымыз бар. Бұл бірінші механизм. Енді екінші механизм жеңілдетілген несие беру. Ол пилоттық жоба ретінде биыл енгіземіз деген тағы да жоспар бар. Қыркүйек айында жүзеге асып қалуы мүмкін. Негізгі қағидасы бекітілді. Заңды түрде нормамыз бар. Қазір қаражат мәселесін шешу бойынша Қаржы министрлігімен келіссөздер жүргізудеміз. Ол дегеніміз биыл пилот ретінде 0% жеңілдетілген кредит. Енді сіз оқуыңызға түсіп алмай қалсаңыз, грантқа ие болмай қалсаңыз, сізге сараланған грант берген болатынбыз. Біз биыл естіген болар, сіз 300 сараланған грант берді. Сараланған грант дегеніміз енді кішкене күрделі механизм болып естілуі мүмкін, дегенмен де түсіндіріп өтейін. 150 грантты педагогикалық мамандықтарға бердік, 150 грантты әлеуметтік ғылымдарға бердік. Ол дегеніңіз негізгі конкурсқа, грантқа ие бола алмайған біздің талапкерлеріміз бірақ ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша жоғары балл жинаған балаларға тағайындадық. Яғни ол толық грант құнының 50%-ын мемлекет өзінің мойнына алып отыр. Қазір бізде грантымыз шамамен 1.100–1.3 миллион теңгенің құрамында көлемінде. Ұлттық жоғары оқу орындарында сәл қымбатырақ, грант құны өңірлік жоғары оқу орындарында 200 мың теңге арзандау. Енді соның 500 мың теңгесін біз төлейміз. 500 мың теңгесін жаңағы жеңілдетілген кредит арқылы, несие алу арқылы төлеуге болады. Осы жеңілдетілген несие егер биыл пилот жобасы ретінде жақсы жүзеге асып, талапкерлеріміздің арасында бір сұранысқа ие болып жатса, келесі жылы кәдімгі банктерді қосып, екінші деңгейлі банктерді қосып, 2–3%-дық несие беру жұмысын бастайтын боламыз. Бұл енді жаңартылған, қандай жаңалықтарыңыз бар деген сияқты сол жауап ретінде айтып отырмын. Ал сараланған гранттар жүйесі әлі де жалғасады. Биыл біз тек қана 50%-дық көлемімен бекіттік, 300 адам. Келесі жылы 70%-ын, толық грант құнның 70%-ын төлейтін, немесе 30%-ын төлейтін deyіп, сол механизмдерді қарастыратын боламыз. Ол үшін қазір тиісті біз аналитикалық жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Статистика енді қолымызға енді түседі. Статистиканы қарап, жалпы қандай мамандықтарға қандай сұраныс көбірек, конкурсқа жерде көбірек, қай салаға бергеніміз дұрыстау деген сияқты жұмыс тобы арнайы құрылып, ары қарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Ал биыл неге педагогикалық мамандықтарға берілді, неге әлеуметтік ғылымдарға берілді? Өйткені педагогикалық мамандықтарға конкурс жоғары. Бұл жаңағы әлеуметтік ғылымдарға да конкурс жоғары, және бизнес басқару құқық деген білім беру тобы бар бізде. Сол мамандықтарға да конкурс жоғары, келесі жылы мүмкін сол білім беру бағыты қосылатын шығар. Биылғы конкурс нәтижесіне келсек, бізде бір орынға 35 адам таласқан, стоматология мамандығы. Жақсы, енді ол туралы да айтамыз. Менде сұрақ бар ол туралы. Менің білгім келіп отырған бағанағы 0%-мен берілетін несие мәселесі қарастырылып жатыр дедіңіз ғой. Ол түлектерге қанша жылға беріледі егер ертеңгі күні іске асатын болса? Негізі оқу мерзіміне 10 жылға дейін беріледі. Қайтарылуы бірінші курстан кейін де болуы мүмкін, төртінші курстан да кейін болуы мүмкін. Қазір бізде оператор ретінде қаржы орталығы бекітілген. Жақын арада осы қаржы орталығы тиісті өзінің релиздерін шығарып тарататын болады. Жақсы. Ал енді бізде 78 мың грант биылға берілді дедік. Грант толық игерілді ме? Негізгі конкурсқа арналған гранттың 99% игерілді. Бұл көптен болмаған көрсеткіш. Біріншіден, екіншіден жаңағы біраз салалар бойынша
соңғы енді 5 жылда қателеспесем, мен жалпы мемлекеттік білім беру тапсырысында келгелі осы салада жұмыс жасап келем. Қателеспесем, соңғы 5 жылда бізде ауыл шаруашылығы мамандығы игерілді деген көрсеткіш болмаған. Биыл 100% игерілді. Иә, ол жерде біраз жеңілдетілген біз қарастырдық. Қабылдау жүйесінде шектік балдары сәл түскен болатын ұлттық білім беру ордаларына, дегенмен де бала саны бар және ол гранттар игерілді. Былтыр бірінші рет орман шаруашылығы игерілген болатын, толығымен. Енді оның себебін жауап ретінде, мысалы үшін, бірден ойладық, өкінішке орай былтыр бізде орман өрті болды, Семей өңірінде, Қостанай өңірінде. Енді осы тұрғыдан келе мүмкін талапкерлер ойланып, бұл қажет. Және енді мемлекет басшысының тарапынан да тапсырма берілді ғой. Және де жандандыруымыз керек, мамандарды тартуымыз керек, маман тапшылығы дәл осы орман шаруашылығында қатты сезіліп жатыр деген. Яғни талапкерлер көріп біліп, ол салада маман жетіспейді екен деген тұжырымға келген шығар деген енді біз үміттеміз. Және сол тараппен бізде игеріліп отыр. Енді ауыл шаруашылығының әрине бұл жерде біраз атқарған еңбектері бар, бірлесіп жандандыру мәселесі бойынша, қайтадан өзектендіру, мүмкін қаржылай механизмдерді қарастыру бойынша енді игеріліп, осы балалар өзінің мамандығын алып, тиісті маман болады ау деген негізгі біз жақсы былай үміттеріміз бар. Жақсы. Енді өзіңізге бағана сөзіңізді айтып қалдыңыз, су тасқыны салдарынан зардап шеккен балалар төңірегінде. Енді дәл осы отбасы түлектеріне қандай да бір жеңілдіктер қарастырылды ма осы жылы? Сәуір және наурыз айында өте қиын мерзім болды, жалпы бүкіл ел бойып біраз қабырғамыз қайысты. Және сол мезетте антикризистік шара ретінде, көмек ретінде біз мемлекеттік білім беру тапсырысынан 20%-ға дейін квота берейік деген шешім қабылданған болатын үкімет тарапынан. Және де бұл гранттардың бөлінетін бойынша біз біраз ақпараттық жұмыстар жүргіздік, айттық, беріледі деп. Онымен қоса балалардың енді негізгі бекітілген ережеге сәйкес конкурсқа қатысу үшін, грант конкурсына қатысу үшін біздің талапкерлеріміз тек жазда тапсырған ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесін тапсыратын системаға, солай беретін. Ал су тасқыны болған өңірлердің талапкерлері үшін біз қаңтар айында тапсырған және наурыз айында тапсырған ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесін беру бойынша мүмкіндік қарастырдық. Яғни бұл жерде де түсінікті жайт, олардың тура 4-ші тоқсан басталайын деп жатқанда мектептерінен айырылды, үй жайынан айырылды, мүлдем ешқандай мүмкіндіктер болмады дайындалуға. Сондықтан осындай шешім қабылданды, наурыз айында және қаңтар айында тапсырған сертификаттарын қолдансын деген. Және де бір апта болса да дайындалсын деген ниетпен ұлттық бірыңғай тестілеудің мерзімін ұзарттық. Біз негізі ұлттық бірыңғай тестілеуді шілде айының маусым айының соңында аяқтауымыз қажет болған, шілде айының ортасына дейін жүргізілді. Және де құжаттарды қабылдау конкурсқа сол өңірлер үшін тағы 4 күнге ұзартылған болатын. Енді барынша көмек бердік. 10 күн болсын, бір апта болсын, дайындалсын, мүмкіндіктерін толығымен қолдансын деген. Бұл жерде енді статистикаға келейік. Жалпы бұл өңірлердің ұлттық бірыңғай тестілеуі қалай болды? Біз көмектестік, бірақ дегенмен де қалай болды? 6 өңірден 20 мың бала өтініш берген екен конкурсқа қатысу үшін. Оның 15 мыңы грантқа ие болды. 15 мыңы грантқа ие болды. Бірақ сол 15 мыңның 5212-сі квота шеңберінде түсіп отыр грантқа. Яғни басым бөлігі, бұл не деген сөз? Басым бөлігі өзінің күшімен, өзінің дайындығымен жалпы конкурс бойынша барлығына бірдей қойылатын талап бойынша грантқа ие болып отыр. Тек қана 5212-сі ғана квота шеңберінде түскен, ал сол 5212-сінің 1130 адамы ғана қаңтарда және наурызда тапсырған сертификаттарын қолданған. Яғни 5000 алған өзінде де 1000 адамы ғана сол жеңілдікті пайдаланып отыр.
Қалған балалар өзінің негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша, сол сертификаттың негізі бойынша грантын ие отыр. Енді бұл жерде бір ғана түсініктеме бар. Жалпы балаларымыздың дайындығы жаман емес, және ұлттық бірыңғай тестілеуге олар жыл бойы дайындалады, жыл бойы дайындалады. Дегенмен де соңғы 3-4 айда олар қиын жағдайға тап болған күннің өзінде де басым бөлігі негізгі талаптар шеңберінде грантқа ие болды. Енді осы грантты бөлу кезінде әлеуметтік жағдайлар қаншалықты ескеріледі? Грантты бөлу кезінде әлеуметтік жағдайлар міндетті түрде ескеріледі. Квота бөлу мәселесі бұл тек қана төтенше жағдай болған өңірлер үшін ғана емес, жалпы квота бөлу мәселесі мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемінде жыл сайын қарастырылатын мәселе. Бізде мысалы үшін мүгедектігі бар балаларға жыл сайын квота береміз 1%. Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 1%. Одан кейін көп балалы отбасыдан шыққан балаларға 5%. Толық емес отбасынан шыққан балаларға 1%. Отбасында мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыға 1%. Яғни талапкердің өзінің денсаулығы дұрыс болуы мүмкін, бірақ оның отбасында мүгедектігі бар тұлға тәрбиеленіп жатса, біз ол отбасыға да жеңілдік ретінде 1%-ық квотаны береміз. Тек қана бір ғана шарт, бұл жерде бұл квотаға қатысу үшін талапкерлеріміз 18 жасқа толмаған болуы тиіс. Енді бұл заңдық норма. 18 жасқа толмаған болуы тиіс. Яғни квота бөлу мәселесі ол жыл сайын қарастырылады. Содан кейін ауылдық квота бар. 35%-ын ауылдық балалар алады бізде. Яғни квоталау ол бұрыннан қалыптасқан механизм. Биыл тек қана жаңа квота ретінде, және бұл бір реттік қана шара, су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге осындай квота қарастырдық, және де олар ол квотаны толығымен пайдаланбады. Енді қазір мемлекеттік гранттан бөлек шетелдік және отандық ұйымдарды гранттар бөліп жатыр. Енді біздің соңғы естіген ақпаратымыз, Қазақстан халқына қоры 850 грант бөлінеді. Жалпы бұдан да басқа қандай қоғамдық ұйымдар грантқа бөліп жатыр? Бізде мемлекеттік білім беру гранты республикалық бюджеттен қарастырылады. Қазір енді осы біздің республикалық бюджеттің гранты толығымен таратып болғаннан кейін, қазір жергілікті атқарушы органдардың конкурсы басталады. Бұл енді біздің талапкерлеріміздің назарына жалпы осы аптадан кеш қалып қоймауға кеңес беремін. Жаңа желідегі ақпаратқа қарап отырып, ресми ақпаратқа негізделіп, біз кешеден бері министрліктің әлеуметтік парақшаларына барлық ақпаратты контакттық номерлермен толығымен жариялап өттік. Әкімдіктер өзінің гранттарын ойнататын болады. Егер әкімдікке қандай да бір жағдаймен телефондарын көтермей жатса, байланыса алмай жатса, жалпы қайда барамыз десе, жоғары оқу орындарының өзіне барған дұрыс. Өйткені әр жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиясына тиісті ақпарат бар. Сол құжаттарды да қабылдайтын жоғары оқу орындары. Қазір 2000-нан астам грант қарастырылған әкімдіктерден. Одан кейін Казэнерджи компаниясы биыл 500-ге таман грантты үйлестіру бойынша шешім қабылдапты. Казэнерджиға сайтына кірсе болды. Сайтында түсінікті тілде жазылған нұсқаулық берілген. Сол нұсқаулық арқылы өтініш беру деген батырманы басып, тиісті мәліметтерді толтырып қатысуға болады. Бұдан басқа биыл Казэнерджи бірнеше жылдан бойы қалыптасқан практика. Яғни дәстүрлі түрде беріп отырады. Биыл бірінші рет Freedom Bank грант беру бойынша шешім қабылдапты. 500-дей грант, қателеспесем, мүмкін 500-ге сәл жетпеуі мүмкін, енді нақты цифрасын білмеймін. Сайтында тұр, толық ақпаратты кеше біз өзіміздің парақшада да жарияладық. Есте қалған телефон 595 колл-центр, соған звондапты беруге болады, бірақ сайтында өтінімді беріп қойған дұрыс. Негізгі даталарын қайтатын болсақ, осы 1 тамыз бен 12-17 тамызға дейін екен құжаттарды қабылдау. Одан кейін жаңа айтып өтті, Қазақстан халқы қоры, бұл енді Қазақстан халқына қоры жыл сайын беріп отырады бұл көлемді, және де көбінесе енді әлеуметтік категорияларға басымдық береді екен. Жаңа көп балалы немесе
табысы аз отбасыдан шыққан балаларды бірінші кезекте қарастырады. Одан кейін қаңтар оқиғасынан зардап шеккен отбасыларға немесе жарақат алған отбасыларға сол оқиғада гранттар бөлді. Былтыр кейс ретінде біздің қаңтар оқиғасынан зардап шеккен азаматтарымыз грантқа ие болып, қазір Гумилев университетінде оқып жатыр. Одан кейін бізде арнайы ректорлық гранттар бар. Ол шешімді, қанша грант беру бойынша шешімді жоғарғы оқу орны өзі қабылдайды. Астанада енді Тұран Астана университеті беріп отыр, халықаралық Астана университеті беріп отыр. Ал ұлттық университеттерге келетін болсақ, Гумилев университетінде нақты грант жоқ, бірақ та жеңілдік қарастырылған. 15%, 10% деген сияқты өзінің белгілі бір градацияда қарастырылған жеңілдіктері бар. Қазір ректорлардың грантында біраз, енді 2,5 мыңдай да болып қалатын шығар. Негізгі талаптары да сол ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі. Алтын белгі иегерлеріне, мысалы үшін Сәтбаев университеті конкурсыз береді екен. Енді ректорлық шешім мүмкіндіктер жетіп жатыр. Ал енді біз бұны үндеу ретінде тастадық. Біз кеше министр да өзінің брифингте сөзінде айтып кетті. 100 балдан жоғары жинаған бала, бірақ грантқа ие бола алмағандардың саны 10 мың. Сол енді 10 мың бала мүмкін 10 мың баланы мүмкін жоғары оқу орындары өзінің потенциалды талапкері студент ретінде қарастыру мүмкін. Жергілікті әкімдіктерінің гранттар талаптары да дәл солай, ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша, бірақ ол жерде енді ескеру керек. Кез келген грантта оқығаннан кейін республикалық бюджет болсын, жергілікті бюджет болсын, оны жұмыспен өтеу қажет болады міндетті түрде. 3 жыл заңға сәйкес. Ал серпін бағдарламасы бойынша түскендер олар 2 жыл еңбекпен өтейді. Ал енді бағана қоғамдық ұйымдар, жеке тұлғалар беріп жатқан гранттардың қандай мамандықтарға беріліп жатыр, ол туралы ақпарат бар ма? Мамандықтар тізімін жаңа Казэнерджиде қарап шықтым. Жалпы ол жерде экономика саласы бойынша да бар, инженерия саласы бойынша да бар, әлеуметтік ғылымдарда бойынша бар. Негізі Казэнерджи бұл жұмысты жүйелі түрде атқарғаннан кейін олар бірнеше отырыста кәдімгі классификаторды бекітіп, өте жақсы жұмыс жасайды бұл бағытта. Яғни еңбек нарығына қажетті мамандықтарды олар белгілеп алған. Енді қазақта бір жақсы сөз бар ғой, алмақтың салмағы бар деп. Ертең ол енді қоғамдық ұйымдар берген грантта оқыған балаларға қандай талаптар қойылады? Бәлкім сол мысалға Freedom Bank'та жұмыс істеу міндеттеле ме деген секілді. Енді ол талаптарды біз ол кісілер жеке сектор болғаннан кейін біз талаптарды бақыламаймыз, бірақ егер грант алып жатқан жағдай болса, кеңесім ретінде келісім шартты толығымен оқып алу керек. Барлық талаптар келісім шартта бекітілген. Егер Freedom Bank'тың грантына түсіп Freedom Bank'қа жұмысқа өту кепілдік ретінде жұмысқа тұратын болса, оның жаман еш нәрсесі жоқ деп ойлаймын. Негізі келісім шарт оқу керек. Келісім шарт жасалады алдын ала. Әрине. Жақсы, енді жалпы биыл қай мамандықтарға гранттар басым болды? Биыл да осыдан 3 жыл бойы да біз негізі президенттің тапсырмасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысының 60%-ын инженерлік бағыттағы мамандықтарға береміз. Инженерлік, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, механика, математика деген жаратылыстану ғылымдарына беріп отырмыз. Яғни осы салаға гранттар көбірек бөлінеді. Одан кейінгі басымдық педагогикалық мамандықтарға. Енді бұл әлеуметтік сала, жалпы педагогикалық мамандықтарға қажеттілік қашанда бар. Одан кейінгі жаңағы 13 мың грантты педагогикалық мамандықтарға үйлестірдік. Одан кейін сала бойынша, жаңағы қажеттілікке бойынша өз беріліп отыр. Жақсы. Енді бағана өзіңіз айттыңыз ғой, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мынандай бір статистиканы келтірді, оны сіз айттыңыз. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерін даярлау бойынша бір орынға 11 адам, стоматологияға бір орынға 35 түлек таласты деп. Енді осы орайда айтыңызшы, қандай мамандықтар болашақ үшін қажет? Қандай мамандықтарға тапсыру керек енді біздің жастарымыз? Бұл жаңағы журналистердің қойған сұрағынан туындаған жауап қой, неге 10 мың бала грантқа түспей қалды? Өйткені олардың таңдауы грант саны аз түскен. Стоматологияның грант саны 20-дан аспайды, қателеспесем.
оған 35 бала таласып отыр. Кеше бір көз жасын мен келген бір қыз бала болды, 130 бала жинап стоматология түспен. Енді ол жерде өзінің жалпы аналитикалық түрде мониторинг жасап таңдау керек. Стоматологияда өзі 20 ғана грант. Біз әрдайым беріп отырдық қанша бала, қандай бал жинап отырған. Биыл 130-дан жоғары жинаған балалардың саны 700-ден асады. Ол жерде енді былай саралай келе, әркім өзінің мүмкіндігін санап отыру қажет. Бұл балалар неге грантқа ие болмай қалды? Өйткені олардың таңдауы конкурсы жоғары, гранты аз мамандықтарға тиесілі болып отыр, және ол шығармашылық мамандықтар. Шығармашылық мамандықтар деген жаңағы дене шынықтыру, мода дизайн, архитектура. Олар мода дизайн әрине қажетті маман, бірақ та біз басымдықты экономикаға, өндіріске, өнеркәсіпке керек мамандарға беріп отырмыз. Бізге механиктар керек, бізге жылу энергетиктары керек, бізге су мамандары керек, бізге жалпы биотехнологтар, биохимиктер, сол мамандықтар керек. Мода дизайн әрине бізде нарықта өте сұранысқа жоғары нарықта, бірақ біз гранттарды бермейміз, өйткені ол жақта мамандар жеткілікті. Бұл тапсырыс болғандықтан біз тапсырыс арқылы инженерияға мамандықтар дайындауымыз қажет, және бұл бізден талап етіліп отырған шара. Сондықтан біз солай беріп отырмыз. Ал болашақта қандай мамандықтар деген, әрине бұл IT саласы. Қазір жасанды интеллект дәуірі. IT саласына және сол салаға қатысты, яғни пәнаралық дейді, междисциплинарны, пәнаралық мамандықтарды таңдауға кеңес беремін. Және ол жақта гранттар саны да көбірек. Яғни түсу мүмкіндігі де жоғары. Түсу мүмкіндігі де жоғары. Жақсы. Енді грант иегерлерінің стипендиясы өсті ме? Стипендиясы өсті, жыл сайын өсіп отыр. Бакалавриат деңгейіне 20-шы жылдан бастап 20%-ға өсіріп отырмыз жыл сайын. Жыл сайын, Ал магистратура және докторантура деңгейінде 15%-ға өсіріп отырмыз. Бұл да жаңағы Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында бекітілген шара болған. Және осы талапты біз орындауға орган ретінде міндеттіміз. Бұл жерде педагогикалық мамандықтардың стипендиясы 2 есе жоғары. Қазір 41 мың болса, жай мамандықтар олар 60 мыңдай алады. Докторантура, магистратура деңгейінде жалпы жыл сайын артып отыр. Жақсы, енді түйін сұрақ сізге. Грантқа түсе алмаған түлектерге қандай ақыл айтасыз? Қандай мүмкіндіктері бар енді? Грантқа түсе алмай қалған, біріншіден енді қатты өкінбеуге кеңес беремін. Әрине бізге айту оңай. Бірақ 1 жыл бойы, 2 жыл бойы дайындалып, міне тұрған грантқа жете алмай қалдым дегендерді баршылық. Біріншіден жаңа уақытын өткізіп алмай, қазір бізде уақыт өте жылдам өтеді ғой. 1-2 күн өтініш жазып, бізге неге өтпедім, неге дегенге қатты назар аудара бермей, әрине ол бізге хат ретінде түссе, біз жауап береміз, міндетті. Бұл заң түрінде біз жауап беруге міндеттіміз. Бірақ дегенмен де жаңағы әлеуметтік парақшада жарияланған барлық мүмкіндіктерді пайдалануға кеңес беремін. Біріншіден жоғары оқу орнына барыңыз, әкімдік грант туралы сұраңыз. Егер мамандығыңыз сәйкес келмей жатса, сайтына кіріңіз, Казэнерджидің, Freedom Bank'ның сайтына кіріңіз. Жалпы жұмыс берушілердің хат жазуға болады жұмыс берушілерге, маған осындай, мен осындаймын. Болашақта мен өзімді керемет биолог ретінде танып отырсам, әртүрлі ұйымдар бар. Бұл бізге министрлікке ресми түрде келіп түскен біздің серіктестеріміз. Ресми емес те қаншама компаниялар бар, қаражатпен бөлісуге дайын. Осы уақыт өткізбей, қазір бізде осы негізгі уақыт 1 тамызбен 15 тамызға, 17 тамызға, өйткені бакалавриатқа жалпы қабылдау 25 тамызда жүзеге асырылады. Конкурстық процедуралары бары осы тамыздың 20-сына дейін аяқталады. Сондықтан осы уақытты өткізбей, басқа да мүмкіндіктерді қарастыруға кеңес беремін. Болмай жатса, ақылы негізде қабылданып жатқан студенттерді оқу процесі барысында босайтын ваканттық білім беру гранттарына өткізу мүмкіндігі бар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін өте жақсы оқу керек. GPA балы жоғары болу керек. Және де қыста бізде босайды, семестрден кейін, ол өтінім беру керек. Өтінімді министрлікке емес, жоғары оқу орнынан бересіз. Конкурстық негізде жүзеге асырылады.
тіпті болмай бара жатса ақылы негізде білім алушылардың өздеріне стипендия тағайындалады, президенттік стипендия. Кімге тағайындалады? 3-ші курстан кейін жоғары оқығандарға өте жақсы білім және әлеуметтік салада өте белсенділігін танытқан студенттер президенттік стипендия жай стипендиядан 2 есе артық құны. Жақсы, рахмет. Енді ой қозғайды ғой. Бағана 0%-ық несиеге биылғы жылғы түлектер кіре алмайды. 0%-ық несиеге біз қазір ұсыныс ретінде сараланған грантқа ие болған студенттерге береміз. Ол 300. Олар 300, иә. Жақсы, рахмет сізге. Уақыт тауып сұхбат берген үшін тағы бір мәрте алғыс білдіреміз. Рахмет сізге. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының орынбасары Жанна Уақасқызы Есенбаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.